сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Танымал тележүргізушісі Диана Скатова Instagram парақшасында былай деді: "Қанекей, тілім сөйлеші болып тұрмын, бірақ сол тақырып кесірінен бірнеше жыл бұрын парақшамнан айырылып қалғаным бар. Бүгінгі өзекті мәселе не? Олимпиадаға қатысты. Мен бала күнімнен спорт турнирларын, әлем біріншіліктерін, олимпиаданы сүйіп көретінмін. Сондай-ақ бір әлемдік мереке істепті ғой. Жарыс, намыс, рух, мінез, жеңіс пен жеңіліс. Отбасымызбен бәрін бақылап қызықтайтын едік. Ал мына олимпиада не болып кетті? Масқара шеңке. Мүмкіндігі шектеулі жандар паралимпиадаға қатысады. Өйткені сау адаммен қатар сынға түссе әділетсіздік. Бірақ еркек пен әйелдің жекпе-жегі ұйымдастырушы комитет маңыздысы оның паспортында әйел деп жазылып тұр дейді. Вот осындай олимпия шыңы. Енді ойлаңыздаршы, боксшы қыздар, әр кәсіби спортшы үшін олимпия алтыны карьерадағы ең маңызды жүлденің бірі. Дайындаласың, тер төгесің, қанша жарақаттан өтесің, 4 жыл күтесің, а сені келіп бір еркек соғып кетеді. Приколны, деді Instagram парақшасында Диана Скатова. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар, сау саламатта болыңыздар.